Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің аты жөнім Сағындық Олжас. Менің жасаған жобам iRover ғарыштық роботы. Ең алдымен роботтың корпусына 4 роторлы моторды ыстық желмен орналастырдық және 4 дөңгелегін орнаттық. Сосын біз корпусқа Arduino платасын және драйверді орнатып, өткізгіштермен байланыстырдық. Драйвер 4 дөңгелекті қозғалысқа келтіреді. Роботты басқару үшін радио модульді орнаттық. Яғни iRover джойстик арқылы қашықтықтан радио толқындармен басқарылатын болады. Ток көзі ретінде 4 1,5 вольттық батареяны және 2 9 вольттық батареяларды пайдаланатын боламыз. Роботымыздың келесі маңызды бөлігі қысқышты манипулятор. Бұл манипулятор 3D принтерінде жасалды. Манипуляторды қозғалысқа келтіру үшін тағы бір Arduino платасын алдым. Және қашықтықтан басқару үшін Bluetooth модулін орнаттым. Манипулятор осындай 4 серво моторлармен қозғалады. Тұрақты ток көзі ретінде қалта қуаттағышын пайдаландым. Осылардың барлығын корпустың екінші бөлігіне орнаттым. iRover'дің тағы бір ерекшелігі айналасындағы денелердің температурасы мен ауа ылғалдылығын анықтай алады. Ол үшін Arduino платасына температура мен ылғалдылық датчигін жалғадым. Бақылау үшін дисплей орнаттым. Ток көзі ретінде 9 вольттық батареяны пайдаландым. Біздің роботымыздың екі бөлігі де дайын, оларды темір бекіткіштермен біріктірдім.
Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all 4 systems, and you were go on modulation, all 4, and keying was a go.